Сәлем құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін біз өте жұмсақ, өте дәмді, қонақтар келсе де, немесе өздеріңіз шайға болсын, өте жылдам дайындалатын торт пирог дайындайтын боламыз. Олай болса кеттік. Ең бірінші жұмыртқаларымызды ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Бір ыдысқа сарысын, бір ыдысқа ағын. Егер менің каналым сіздерге ұнап жататын болса, пайдалы болып жататын болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Келесі видеоға түсіруге маған өте керемет мотивация болады. Рахмет. Енді осы ақ ыдыстағы жұмыртқаның ағын аппақ болып көбіктелгенше үстіне шым-шым тұз салып миксерлейтін боламыз. Аппақ болып көпіріп, үстінен қантымызды үшке бөліп, екі бөлігін осы екіге бөліп, осы жұмыртқаның ағына салатын боламыз. Мінекей осылайша жұмыртқаның ағын езіп алдық. Енді қалған 3-тен 1 бөлігінің 3 бөлігін осы жұмыртқамыздың сарысына салып араластырамыз, жақсылап тұрып. Оның үстіне кішкене ғана су майымызды қосып араластырамыз. Және екеуісін біріктіретін боламыз. Міндетті түрде силикон қасықпен біріктіресіздер. Мына жерде видеода түспей қапты, мен үлкен кешірім сұраймын. Мына жерде форманың ішіне пергамент қағазымызды салып, осылайша духовкада 20-25 минут духовкаңыздың жағдайына қарай пісіресіздер. Келесі біз өстіп, кәдімгідей үйдегі 20% қаймақпенен сгущенканы араластырып, шайға пирог болғандықтан әртүрлі крем салсаңыздар болады. Мен жай ғана осылай екеуісін араластырып, осы торттың кремін дайындап қойдым. Әдемілеп жақсылап араластырып қоясыздар. Өстіп сүтке 1-2 қасық қант салып, коржықтардың ортасына жағатын сироп дайындап аламыз. Енді мінекей коржықтарымыз өте үлкен, пышный болып пісті. Енді әсемдейміз. 3 слойға бөліп алдым мен коржықтарды. Осылай бірінші слойын жағамыз, жаңағы сүтіміз бен қантымызды ішіне құямыз. Себебі бізде жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Өзі де жұмсақ. Бұлай сүт құймай қойсаңыздар да болады, бірақ мен қазір сразу жейтін болғандықтан бір демде, сондықтан да құйдым. Өстіп кремімізді жағамыз. Аямай кремді көптен жақсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Арасына орех салып берсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Өстіп екінші слойын жақтым. Егер орех болмайтын болатын болса, ондай болса, сіздер кез келген жеміс түрін салсаңыздар болады. Мысалға, жаңағы морозильниктеріңізде қатырып қойған клубника, малина деген сияқты неше түрлі, әртүрлі дәндер салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдей бересіздер. Екінші слой, енді үшінші слойға да мен өстіп крем жақтым. Кремді жағып, үстінен бір тегіс қып әдемілеп, енді үстін әсемдейміз. Үстін әсемдеу кезінде сіздер кез келген печеньені үгітіп, немесе басқа да шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Ал мен болсам, менде тоңазытқышта осындай клубникалар бар еді, қатырып қойған мұздатқышта. Сол клубникаларымды ерітіп, ортасынан бөліп, өстіп әсемдедім. Және мына малиналарды, қатып тұрған малиналарды өстіп бөлшектеп бетіне себе салдым. Өстіп жай ғана қарапайым шай ішкенде балалар өте дем арада жеп қойды. Бір шайдан артылған жоқ.
тез желініп өте дәмді, өте балғын, өте жұмсақ болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер каналым ұнап жататын болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.